Биыл облыста 99 көшеге атау берілді. Бұған дейін кейбір көшелер атаусыз тұрса, кейбірінің атауы мағынасыз болатын. Жол бойындағы жарнамалардың да сауатты жазылуы маңызды. Ономастика жарнамалардағы сауаттылық мәселесі тілдерді дамыту басқармасының назарында. Биыл өңірде атауы жоқ 39 көшенің бары анықталды. Олардың басым бөлігіне батырлар мен жазушылардың есімдері берілді. 38 көшенің атауы өзгерді. Мәселен, Пожарский бұдан бұлай Өтеген Тұрмағанбетов, Комсомольский Баян Батыр болып аталады. Халық Батыс 1, Батыс 2 атап кеткен аудандардың да ендігі атауы Алтын Орда. Басқарманың тағы бір бағыты тіл үйрету. Қазіргі таңда этномәдени бірлестіктер жанында жексенбілік мектептер арқылы татар, башқұрт, украин, кәрістер өздерінің ана тілдерімен және мемлекеттік тілді үйрету курстарына қатысуда. Тағы бір біздің бір жобамыз, мына шетелдегі қазақ диаспорасында біз назардан тыс қалдырып отырған жоқпыз. Бұл бағытта мына әсіресе Ресейдегі біздің қазақтар қазақ диаспорасымен байланыс жақсы. Оларға да бізде тіл үйрету, басқа да әртүрлі шаралар, тілдік шаралар ұйымдастырылып келеді. Бұл енді онлайнда, офлайнда жүзеге асырылып жатыр. Қалада тілдерді оқыту орталығы бар. Шекара бойында орналасқан Мәртөк, Хромтау, Қарғалы аудандарында да тіл үйрету курсы ұйымдастырылды. 11 айда ол курстарға 2000 адам қатысты. Тек мемлекеттік тіл емес, ағылшын тілі де оқытылды. Курсқа көбіне кімдер қатысады десеңіз? Олардың санаттарына тоқталсам, 34% мемлекеттік қызметшілер екен. 50%, яғни тең жартысы халыққа қызмет көрсету саласы қызметкерлері. Яғни халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін адамдар. Олар дәрігерлер, олар әскерилер, олар саудагерлер, сатушылар, банк қызметкерлері деген сияқты. Күнделікті өздерінің жұмыстарына қажетті деңгейлерінде. Және жеке тұлғалар 16%, ал барлық тыңдаушылар бізде 41%-ын өзге ұлт өкілдері құрайды. Басқарма көшедегі жарнамалардың сауатты жазылуына және қазақ тіліндегі нұсқасы болуына мән береді. Мамандар 225 жарнамада тіл туралы заңның бұзылғанын және 1290 жарнамада қате кеткенін анықтады. Түзету жұмыстарына ат салысты. Сонымен қатар басқарма балаларға арналған Күншуақ журналын шығарып келеді. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.